Сіз енді білесіз, балаларымыздың өмірлерін өзгертетін болымды құндылықтарды баулу үшін олармен уақыт өткізу қажет. Менің айтқым келіп отырған нәрсем, балалармен уақыт өткізгенде шығармашылдық танытыңыз. Мен үнемі балаларым жайлы көбірек білуге мүмкіндік беретін нәрселерді білуге ұмтылатынмын. Олар қалай ойлайды, олар не сезінеді, олар қандай да бір нәрселерді қалай қабылдайды. Міне мынау сіз кез келген жерде ойнай алатын ойын. Дастархан басында, мектепке бара жатқан жолда, демалысқа барғанда, тағысын тағы. Мен ол ойында егер мен деп атаймын. Егер мен бір нәрсе, мен не істер едім? Егер мен әлемнің кез келген жеріне бара алатын болсам, мен қайда барар едім? Әркім кезекпен ойларымен бөліседі. Ол қай жерде болғысы келеді? Ал мен болсам балаларымды жақсырақ түсіне бастаймын. Олардың көзқарасы бойынша ең жақсы жер қайда? Бір қызығы бұл оларға ұнайды. Тағы бір нәрсе. Егер менде $1,000,000 бар болса, мен оны қалай жаратар едім? Осы жерде сіздер әкелер өз балаларыңызға материалдық және сол сияқты тағы басқа қандай құндылықтарды баулығаныңызды көре бастайсыз. Тағы бір жақсы вариант. Егер мен Құдайға бір сұрақ қоя алсам, мен одан не сұрар едім? Мен сізге кепілдеме берем. Сіз балаңыздың көкейіндегі Құдай жайлы сұрақтарын білетін боласыз. Олар көп ойлайтын сұрақтарына сізден ешқашан жауап алмайды. Сізге дереу олардың сұрақтарына жауап беру міндет емес. Дегенмен, олардың сұрақтарына сол күні кешкісін, келесі күні не бір аптадан кейін болсын жауап дайындаңыз. Олым, есіңде ме, сен мына сұрақты көтеріп едің ғой. Міне мен оған былай жауап берер едім деп айтыңыз. О, иә, балаға ықпал ету дегеніміз міне осы. Басқа бір сұрақ. Егер менде сиқырлы таяғым болғанда, сонда сіз балаңыздың кейбір қалаулары жайында білетін боласыз. Білесіз бе? Осының арқасында мен туған күндерге, миладқа не басқа да мейрамдарға қандай сыйлық алу керектігін білдім. Егер мен ойынының басқа варианты, енді әкелердің құлағын алтын сырға. Келесіні мұқият тыңдаңыздар. Егер мен отбасымның әкесі болсам, немесе сіз былай айтсаңыз да болады. Әкемнің орнында мен ананы басқаша істер едім. Тек әкелер ғана емес. Анамның орнында болсам, сонда балаларыңыздың отбасында көргісі келетін, бірақ қазір сіз көрмей жүрген көптеген нәрселерді білетін боласыз. Мәселе мынада, шығармашыл бол. Ерінбе, шығармашылдық күш-жігер салуды талап етеді. Маңайыңыздағы басқа адамдардан үйреніңіз, басқа әкелерден олардың қалай істейтінін сұраңыз. Егер олардың істеп жатқаны нәтижесін беріп жатса, онда сіз де соны істеп көріңіз. Кім біледі, сіздің балаларыңыз бен іске асар. Әкесі шығармашыл болыңыз.